Мына үлкен мына асфальт жол менен мына сескенің арасы 8-9 километр. Соның кені жолы өте қолайсыз бір жағынан. Екінші жағынан, сосын мына тұрғылықты халықтардың көбі қазір көмірмен жағады. Мына газдың өзі келмейді кеткенде. Оның енді көмір жаққанымыз келгенде оның отыны бірге керек, ағаш деген сияқты. Жұмыс бабыменен баланың оқытуына сәйкес сол қалаларда көбі кетіп қалды. Негізі үйлері осында, балдарды әбден оқытып болғаннан кейін көпшілік қайтып келеді. А жұмыс істеп жүргендер, жұмыс таба алмай, жұмыс тауып жүргендер өзінің сол орындарында қалады. Нағыз енді біздің енді проблемалар бала оқыту ғой. Қазіргі неге заманымызға қарай бір мезгілдерімізде кішкене осында мектепте болды, бастауыш мектебі болды. Қазіргі енді балдардың былай оқып кетуіне байланысты мектепте жоқ, детсад та жоқ. Тек азғантай бір медсестра бар. Халыққа ептеп өзінің қолынан келгенше көмектесіп тұрады.